Шиелісі елді мекенінде 580-ге жоқ үй бар. Жыл сайын көктем шыға ауыл су астында қалады дейді мұндағы тұрғындар. Себебі үйлер ылдида орналасқан. Шиелісі елді мекен тұрғыны Зада Нұрғалиеваның айтуынша 3 жылдан бері көктем сайын ауласын су алады. Бұл жағдай қайталана беретін болса, үйдің іргетасы құлауы мүмкін. Жағдайға қатысты үйін сата да алмайды. Былтыр шағымын айтып, сол кездегі қала әкімі Асхат Шахаровқа да барған. Айтуынша мемлекет тарапынан жаңа баспанаға қол жеткізгісі келеді. Үйімізде мынандай не болды. 3 жылдан бері бізде мына судан көзімізді ашпай жүрміз. Үйдің артынан да алдынан да үй бошым. Судың несінде тұр. Арысында тұр. 2 жыл нормально біз тұрдық. Енді я имею в виду, су болған жоқ, не болған жоқ. 21 жылы бірінші рет кетті үй. 22-де кетті, міне бел сағыды. Они говорят, бізге сізді песком кетті, нетеміз кетті қалды. Мен қашанға сен ол үйді песокпен нетем. Почваның астына су кетіп жатыр ғой. Үйдің сырттан уже крошится. Маған равносильно мен хотя бы однокомнатная квартира, нормальная квартира, жаңағы несі площади үлкен болсын деп неткен қалағанмын. Маған потому что ол кісіні надо ояқтан вывозить. А мен бұл үйді енді сата алмаймын ешкімге де. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміндегілер ауылдағы жағдайдан хабардар екенін жеткізді. Бүгінде суға кету қаупі бар үйлер маңын инертті материалдармен қоршап, еріген қар суына қарсы шаралар жасап жатқандарын айтты. Бірақ бұл аймақта су сору жұмыстары жүргізілмейді, себебі елді мекенде су жол тауып, Грязнушка өзеніне ағып жатыр. Шиелісі елді мекеніндегі тұрғын үйдің мәселесі бойынша біз өте жақсы білеміз. 244 участокте тұрғындар жылда көктемгі су тасқыны біздерге штаб бөліміне хабарласады, комиссиялық тексеріледі. Қазіргі уақытта аталған үйге үйдің дала суынан қорғау үшін дамба құрылып, оболовка жасалынды. Қазіргі уақытта ешқандай қауіп жоқ. Дала суы жаңағы Шиелісі елді мекеніндегі Грязнушка өзеніне құяды. Аймақта су тасқынына қарсы жұмыстарға 50 техника жұмылдырылған. Үйлер маңы құмға толы, қаптармен қоршалған. Су тасқынына қарсы шаралар жалғасып жатыр. Аида Кадыржанқызы, Тәулік.